1993 жылдан бері Теңізшевройл компаниясы Атырау облысы Жылыой ауданында 2 ірі мұнай кен орындарын өңдеу үстінде. Қазіргі таңда 15 мыңға жуық аудан отбасыларының ең аз дегенде бір мүшесі ТШО компаниясында немесе оның мердігерінде жұмыс істейді. Жылыой ауданның әлеуметтік мәселелерін жақсырақ түсіну үшін 2007 жылы ТШО бастамасымен ауданның әлеуметтік ахуалын анықтау мақсатында зерттеулер жүргізілген болатын. Жауап берушілердің 70% білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және жастардың бос уақытын ұйымдастыру және үкіметтік емес ұйымдар салаларына қатысты бірқатар әлеуметтік мәселелерді атап өткен. Ауданда көптеген әлеуметтік мәселелердің орын алғандығына қарамастан, адамдық әлеуеттің айтарлықтай жоғары деңгейде екені анықталды. Аудан тұрғындарының сауаттылық деңгейі 99,5%-ды құрайды. 2009 жылы ТШО осы ауданның адами әлеуетін тұрақты дамытуға бағытталған, ұзақ жылдық жергілікті жұртшылыққа бағытталған инвестициялар бағдарламасын қабылдады. Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін ТШО өз серіктестігі ретінде Орталық Азия-Еуразия қорын таңдап алған болатын. Жобаны жүзеге асыру үшін Орталық Азия-Еуразия қоры дәлелденген институционалдық дамыту моделін таңдады. Айтылған модельдің артықшылығы оның кумулятивтік әсерінде жоба басында орындалған әр қадам алдыңғы іс-әрекеттердің жетістіктерін арттыратындығында жатыр. Жобаны жүзеге асыру барысында қоғамның 58 негізгі көшбасшысы оқытылды. Бұдан үлкенірек топқа 49 тренингтер өткізіліп, мектеп қабырғаларында 11 жастар көшбасшылар клубы құрылды. Жергілікті топтарға 132 мың ақш доллары көлеміндегі гранттар берілді. Жұртшылықты тартуды қолдау механизмі ретінде ТШО қоғамдық үйлестіру кеңесі құрылды. Аталмыш жоба құрамы 8075 түпкі бенефициарларға жетті. 3 жыл ішінде Теңізшевройл компаниясы Жылыой ауданының жұртшылығына инвестиция бөлу бағдарламасын жүзеге асыруға 830 мың ақш доллары көлеміндегі қаржы жұмсады. Аталмыш бағдарлама әрі жеке тұлғалардың, әрі үкіметтік емес ұйымдардың бастамаларының көбеюін қолдайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын тұрғындар үкіметтік емес ұйымдардың не екендігінен бейхабар болса, қазір жоба кейін қатысушылар, еріктілер және бенефициарларға айналған 8075 жергілікті тұрғындардан тұрады. Бұл адамдар басқалардың қолдауын күтпей-ақ өз болашақтарын өздері құруды үйренді.